менің де қуанатын жөнім. Баланы әжесі қарап берем, жұмысқа жық деп отырса, қуануға болады ғой, ал мен неге екенін білмеймін. Жүрегім зырқ ете түсті сол сөзді естігенде. Баламды менен мәңгілікке тартып әкететіндей түйілген болатын. Ана жүрегі шынында да сезеді екен ғой. Жолдасым да қаражат жағынан қиналып жатқанымызды айтып, бір айдан соң қайтып өзімізге аламыз болмай жатса, көрейік деп келісім берді. Жолдасым айтып жатқан соң мен де оған қарсы шықпадым. Жарайды деп көнген болатынмын. Солай енем баламды ауылға алып кетті. Жүрегім тыныштық таппай жүрдім. Жұмысқа орналасып алсам да балама алаңдап, күн сайын хабар алып тұрдым. Сөйтіп жүргенде 2 айда зулап өте шықты. Ұлымызды сағынған соң бір барып көріп келдік арасында. Содан кейін ғана жүрегім тынышталғандай болып еді. Арада 2 апта өткенде енем баламның суға ағып кеткені жайлы қаралы хабарды жеткізді. Жүрегімді қолыма алып қалай жеткенімді